осы YouTube'ге тіркеліңіздер, бөлісіңіздер, міндетті түрде бірнеше мәрте комментарий жазып, лайк басып, бөлісіп, таратып отырыңыздар. Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгін 2025 жылдың 1 майы. Өте жағымды, өте қуанышты хабарды сіздерге алақайлап, сүйіншілеп жеткізуге тура келіп тұр. Америка мен Украина ортасындағы ұзаққа созылған тартысқа толы келісім, табысқа толы жағдайда аяқтады. Кеше Украинаның премьер-министрі мен Американың министрі екі жақты келісім шартқа қол қойды. Бұл осығанға дейін 4 жылға аяқ басқан соғыстың жағдайын күрт өзгертетін халықаралық геосаясаттағы атом бомба сипатындағы үлкен өзгеріс болып отыр. Америка мен Украинаның бұл қадамға баруы мына жақта Ресейдің есін шығарды. Анығында Путин төбесінен құдай ұрғандай талып қалды, есін жия алмай пәңгіріп айналасына қарай алмай қалды деп айтуға болады. Ал мына жақта Қытай енді не істерін білмей, бұғанға дейін өзінің арамза сасық жоспарларын іске асырып келген болса, мысық табандап айналасын өзіне тартып, бүкіл дүние жүзінің шұрым-бұрым тұрмыстық техникасын, фабрикасын, тіпті машина өнеркәсібін, және осы жоғары технология қарай қадам басып бара жатқан басқа да салалардағы өндірістерді өз қолына шыжымдап алып, бұл арамза Қытай мысық табандап бүкіл жер шарын меңгеруге кетіп бара жатқан тұста, Америка мен Украинаның бұндай келісімшартқа қол қоюы Қытайдың да төбесінен атом бомба жарғандай болды. Дәл осы сәтте Ши Цзиньпин және басқа Қытай коммунистері ұрынарға қара таппай, тасталқан болған өздерінің әлемдік геосаясаттағы бұғанға дейінгі жоспарларына қарап, іштері ашып, бармақтарын шайнап, ине жұтқан ит құсап қыңсылауға да шамалары келмей, үні шықпай іштен тынып қалғандығын білуге болады. Ресей менен Қытайдың сыртқы істер министрліктері дәл осы сәтте, яғни бұл Ресейдің де Қытайдың да сыртқы саясатта төбелерінен құдай ұрып талып қалғандығын білдіргендей, дәл осы сәтте бұлар Америка мен Орыс ортасындағы бұл келісім шартқа ешқандай көзқарас білдіре алмай іштен тынды. Ендеше осы жағымды оқиғаларымыздың аржақ бер жағын сіздерге геосаяси, тарихи тұрғыдан ашалап, талдап жеткізуді жөн көріп отырмыз. Бізді құп көрсеңіздер, ендеше бізбен бірге болыңыздар, каналымызға жазылыңыздар. Әр жолы біз тікелей эфирге шыға келгенде сізге қоңырау шалынған белгі баратын анау кішкентай қоңыраушаны басып қойыңыздар. Астындағы subscribe, ағылшынша subscribe деген, орысша подписат, қазақша тіркелу, жазылу деген тетікті басып, оның ішіндегі қоңыраудың даусын шығатын функцияны таңдап қойғандарыңыз абзал. Ендеше ары қарай жалғастырайық. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Саусақтарыңыз 10 тонна болса да, лайкты басып, комментті жазып, 60 апа 70 шезде құданың құдасына, құйрықтың сорпасына, көңіл жетер ағайын, ел жұртқа, дос жаранға, туыс туғанға, көрші қоламға бәріне таратып жіберіңіздер. Жаратушы әрбір шаңның түйіріндей істеген сауапты игі ісіңізді көріп, біліп, есеп қисап дәптеріне жазып отыр. Ендеше жалғастырайық. Біріншісі, Украинаның бұл келісім шартқа қол қоюы, анығында Украина осы уақытқа дейін НАТОға кірем, Еуроодаққа кіремін деп жанталасқан барлық жанталастарының, немесе Америка біздің мемлекеттік егемендігімізге, территориялық тұтастығымызға кепілдік берсін дейтін жанталастарының, немесе Украина НАТОға кіре алмаса, Еуроодаққа кіре алмаса, Америка біздің егемендігімізге, тәуелсіздігімізге кепілдік бере алмаса, онда біздің атом қаруын жасауымызға рұқсат берсін деген барлық ұмтылыстарының бәрінің де қосындысынан артық болды. Енді осыны ашалайық. Еуроодаққа Украина кіретін болып келіссөзді бастап еді.
Бірақ Еуроодақтың құрамындағы кейбір елдердің бүйрегі Путинге бұрылып тұрған болатығын. Енді Еуроодаққа мүше болу үшін бұл келіссөз Еуроодақтағы әрбір мемлекеттің саяси лидерлерімен жүретұғын. Демек, бұл келіссөз заң бойынша одаққа мүше қабылдау дейтін жарғыны тубаста бәрі одақтасып жасағанда әрбір жаңа мүшені қабылдамауды шешеді деген баптарын өзгерте алмай шарасыздан осы қадамға баратын. Ал Ресейдің ықпалынан шыға алмайтын немесе билікке келуінің өзінде ресейшіл топтардың қолдауына сүйенген Шығыс Еуропадағы кешегі советтік армия тұрған немесе кешегі советтік идеология, коммунистік идеология табан тіреп тұрған жерден шыққан. Бүгін демократияға ауысқанымен батпандап кірген зіл әлі мысқалдап шығып үлгермей жатқан Шығыс Еуропадағы дімкәс елдердің кейбіреуі Украинаның Еуроодаққа қосылуын, соны құптап қолдап қойып, өздерінің Ресейдің қаһарына қалуынан қорқып отырған еді. Яғни Трамп пен Зеленскийдің бұл келіссөзі анығында Украинаны НАТОға қосылатын ұзын сонар процесс немесе Еуроодаққа қосылатын ұзын сонар процестің барлығынан құтқарып, бір жолда батпақтың батпағында құйдың құйында жатқан Украинаны жұлып алып, дәрежесін, мәртебесін көкке жеткізіп қойған сияқты үлкен жетістік болды. Міне бұл аржағында не жатқандығын білмейтін, тілі екі қарыс болып, кейде оңды, кейде солды сөйлеп, борандатып, желдетіп, шаңдатып, құйындатып жіберетін, билікке келгеніне небәрі 100 күннің аржақ бер жағы болса да, әлемдік ақпаратта бұғанға дейін бірде-бір саяси лидер жасамаған істерді істеген, тіпті ақпарат көздерінің өзі жазып айтып үлгере алмай қалған, әлемдік адамзаттық геосаясатта, халықаралық саудада, дипломатиялық байланыстардың күл талқаны шығарып, тың өзгерістер әкеліп, Қытайды бұрышқа тығып, орысты шарасыз, ырықсыз халге әкеліп отырған Трамптың үлкен жетістігі деуге болады. Әрине, бұл осы жетістіктің аржағында Зеленскийдің және оның айналасындағы оның одақтас командасының өліспей беріспейтін өскелең және өршіл батыл ерліктері деп айтуға болады. Ал бұл ерліктің аржағында Украинада тастай болып жасалған елдің егемендігін немесе жер асты байлығын немесе елдің аса маңызды стратегиялық нысандарын шетелге беру бермей одақтаспау туралы тек бүкіл Украинаның мәжілісмендері, яғни конгрессмендері ғана одақтасып бәрі қол қойғанда жүзеге асады дейтін өздерінің ішкі заңдарының кереметтігі деуге болады. Яғни Украина, Америка енді бір-бірімен қол алысты, одақтасты. Қазақша образдап айтқанда өлсек бір шұқырда боламыз, тірі болсақ бір төбеде боламыз деді.